Қайырлы күн баршаңызға, менің YouTube көрермендерім. Бүгін мен сиыр аяқтарынан дайын болатын кальцийге, коллагенге бай тағамдардың бірі холодец тағамын дайындап көрсететін боламын. Олай болатын болса, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бұл холодец тағамы сиыр аяқтарынан дайындалатынын барлығымыз да білеміз. Мен енді алдын ала сиыр аяқтарын бірнеше бөліктерге бөліп алған болатынмын. Енді осы сиыр аяқтарын қазір жақсылап жуып шығатын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Міне жақсылап жуылған сиыр аяқтарын қазір қазанымызға салып, үстіне сирақтар батып тұратындай етіп су толтыратын боламыз. Енді қазанымызды отқа қойып, қайнағанын күтетін боламыз. Міне достар, біздің сирақтар қайнап жатыр. Енді осы бір қайнаған суын біз қазір төгіп тастап, жаңа су құйып, екінші қайтара қайнататын боламыз. Екінші мәрте су құйып жатырмын. Бұл кезде де сирақтар батып тұратындай етіп су құйып, тағы да қайнағанын күтетін боламыз. Міне достар, сирағымыз қайнағаннан кейін біз қазір сиырдың екі бөлек етін салған болатынмын холодецімізге. Холодеціміз дәмді болу үшін және екі сәбіз, және 4 түп сарымсақ қосқан болатынмын. Сонымен қатар дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып, 3 сағатқа баяу отта қайнататын боламыз. Мендегі сирақтар жас малдың сирақтары болғандықтан менде 3 сағат қайнады. Міне енді піскен сирақтарымызды түсіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, сирақтарымыз әбден піскен. Енді міне сорпада артық сүйек қалып қалмас үшін барлығын жақсылап сүзіп алатын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің сирақтар терісіне ажыратылып әбден піскені көрініп тұр. Енді осы сүйек пен етін ажыратып, қазір біз ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Міне достар, барлығын біз ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін жаңағы сорпамызға қайтадан құйып, баяу отта жарты сағаттай, яғни суы шамалы сарқылғанша баяу отта қайнататын боламыз. Міне достар, біздің холодецтер қоймалжың қою массаға айналғаннан кейін ыдысымызға құйып, бір түнге қалдыратын боламыз. Тегіс жерге қоямыз достар. Міне достар, біздің холодецтер қатқан, қазір дәмін көретін боламыз. Біркелкі болып қатқан, көріп тұрғандарыңыздай, бұл холодецті жақсы көрмейтін адам жоқ шығар сірә. Бұл нағыз коллагенге бай тағамдардың бірі. Өте дәмді болып шыққан, сіздер де дайындап көріңіздер.